Барлықтарыңызға сәлем достар. Сіздерге бүгін лаваштан тарталетке жасап көрсететін боламын. Каналымызға тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен лавашты алып, төртбұрышты қылып кесіп шығамыз. Одан кейін әр қайсысын осы видеодағыдай күлік қып орап шығамыз. Оның ішіне начинка салынатын болады. Оны біз бір жақ шетін зубочисткамен бекітеміз. Мінекей дайын болды. Енді осыны қызып тұрған майда алтын түске енгенше қуырып аламыз. Енді зубочисткаларды біртіндеп алып тастаймыз. Начинкасына колбаса, краб таяқшалары және жұмыртқаны пайдаландым. Әркім өзінің қалауынша начинканы өзгертуге болады. Барлығын көбіктеп турап шығатын боламыз. Барлығын турап болғаннан кейін үстіне майонезді қосып, біркелкі араластырамыз. Дайын начинкамызды осы күліктің ішіне саламыз. Мінекей достар, біздің лаваштан жасалған тарталеткеміз дайын. Жасап көріңіздер, өте дәмді шығады. Сіздермен бірге болған Альмира ас болсын.